Selam dostlar, мен Хан Кезет. Бүгін біз достар Health Bar деген бір модқа обзор жасайтын боламыз. Бұл модта көріп тұрғанымдай мобтарға бір жезін қосатын болады или рандомный жезін қосатын болады. Ал біз видеоны бастайық. Қанда міне осы заборға біз әртүрлі зомби қойып қойған болатын. Қанда ода әртүрлі рандомный жезін. Бірақ оны бір жезін қылып өзгертуге болады. Міне мынақта бізде осындай настройка қосатын болады. Кітап қосатын болады. Міне кітап тастағанда бізде осындай эффекті шығатын болады. Кітапты бұлай ауыстыруға болады, просто экран басып қана міне бұлай. Жақта үйретіп жатыр, мен уже біліп алғам. Мынандай бар. Оның модтары бар. Бірінші модтарға біз ойнағанша осы модқа мен обзор түсірген болатын, көріп кетіңдер. Өте күшті видео шыққан болатын, описанияда қалдыратам. Екінші модта мен білмеймін, ойнаған жоқпын әлі. Ал кеттік, оның модтары өте күшті. Так, зомбилер шығып кетті забордан. Қандай назар, мысалы RGB тұр. Мынада бір эффект тұр, қандай бұл 11 жезін 20-дан. Қана біз настройка затты аламыз. Кастомизация Health Bar деген. Бұл бізде сурет эффект. Қандай бар типс. 3 эффект шығады. Бар типс нақтан таңдайтын боламыз. Ал деген бәрі биомен бөлінеді, гейминг болып бөлінеді, мобтар, кәдімгі басқа, тағы басқа дейсіз. Так, алға кірсек барлық сурет эффекті шығады. Қанша сурет эффект бар, 40-тан көп нақта. Қана мысалы скелет деген бар, карта бар, тау тұр мысалы. Мынандай жизнь деген сияқты әлтүрлі бар, дракон көрінеді, әдем эффекті бар нақта. Among Us'қа астылқы тұр нақта. Так, нақта біреуін таңдасам болады. Или нақта мысалы биом дейді. Биомға кірсек бізде осындай қаныр. Ғаждан бастап ғарыш дейді, ғарышты басайық мысалы. Бәрінде ғарыштың эффекті болу керек. Бәрінде ғарыш тұр, міне қызыл түсті болып. Жамп тұр, міне 20-да 20 міне ғарыш деп тұр. Барлық мобқа қойылады, кішкентайынан үлкеніне шейін, міне мысалына кішкентай міне. Бұл эффектіміз барлық эффект қойылады. Бұл сурет деген түрі міне. Так, мысалы отқарға кіріп қаны маңына ұнайтқандыр карта. Қанда бәрінде карта модне. Так, тауықта мысалы 400 міне. Көрден барлығында өзіне картаның эффект тұр. Мен осы модта өзім телеграмы қалдыратын болам, жазылып өткізіп кетіңдер, ал телеграм описанияда қалдыратын болам. Шөнақта бізде колор деген түс бар. Так, түсте бізде қанша түс бар? 16 түс бар. Мысалы мен жасыл таңдаймын, бәрінде осында жасыл болып кетеді. Осының ішінде түсі әдем болып кетеді. Жасыл любой түске қойсаңдар болады. Достар, соңғысында RGB бар, RGB. Бассақ бізде оларды RGB жанатын болады, әртүрлі түсті. Сендер RGB ұнаса осыны қолдансаңдар болады. Достар, бізде настройка бар, дисплей дейді. Бассақ қандыр. Үстінде суретті алып тастасаңдар болады. Осыны өшіріп, отправить тастасаңдар алып тастауға болады. Кейін оның бойы үлкендігіне мысалы қандыр 5-ге қоям. Басам, мен олардың суретін сурет үлкейіп кеткен болатын. Ал 1-ге қойсам, олардікі кішкентай кетеді. Мен ойша кішкентай болған жақсы, ато экран жауып тастайды бұлар. Артында монстрді көре аласыңдар. Кейін ондай высотасы, мысалы 20-да болса үлкейіп кетті, үстіге арып көтеріп кетті. Ал оның качествосы 1-ден 96-ға шейін қойылады. Кейін ақтап бір нәрселер максимум health дейді. Суретін алып тастайсақ мысалы біз. Так, көрінеу картасы кетіп қалды, мынандай тек текстер қалды. Достар, бізде customize health number саны деген сөз. Міне қанда онда әртүрлі тип бар, 3 тип бар, мынандай бар, 100% деген сияқты, зарядка сияқты, мынандай бар. Қанша health қояқ. Міне health жазылып тұр, 18 хп мынандай дәл қазір. Мод сендерге выживаниеде керек болады, сендер мобта қанша хп екен білу үшін. Осындай бар, үшінші бізде осындай. Қана мысалы 20-дан 2 хп алды дейді. Өтіп тұсауға болады қандыр. 20-дан 16 қанды. Мені багын еп тұр, сендер кәш істейді. Мені что-то баг қалды. Мынандай кітап жа айтқан болатын. Соңғысы Health Bars дейді. Health Bars рандомный бар. Қана аяқта бізде RGB бар, батарея бар, хп бар, классикалық бар, кәдімгі дейді. Рандомды бассақ бізде барлық модта әртүрлі болады. Мысалы космос дейді. Достар, осы модты түсінген шығарсыңдар деп ойлаймын. Осы мод телеграмға қалдыратын боламын. Видео соңына келіп жатыр. Сау болыңыздар.